Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Аяна. Бүгін мен сіздерге штрудель тағамын жасалу жолын көрсетемін. Бізге керекті заттар помидор, сәбіз, пияз және ет. Үйіңізде қандай көкөністер бар, барлығын пайдалануға болады. Сәбізді үккіштен өткізсеңіз де болады. Қазандағы майымыз қызған кезде пияз сарғайғанша қуырамыз, үстіне етті саламыз. Азырақ соевый соус тамызып жіберсеңіздер де өте керемет болады. Қалған көкөністерді салып, біраз қасық томат салып, су құямыз. 20 минут қайнатамыз. Қамырымызды жұқа етіп, прям жұқа етіп жаямыз. Осылай орап кесеміз. Дайын тағамымыздың үстіне 20-30 минуттай қайнатамыз. Өте дәмді, өте керемет тағам шығады. Жасап көріңіз.